Сәлем достар, менің влогыма қош келдіңіздер. Бүгін 19-ы. Қазір мен далада Аржанды күтіп отырмын. Бүгін күн прям күшті болып тұр. Ыстық прям. Мен сабақтамын. Сабақта біз қазір апай жоқ. Тұрмыз деп отырмыз. Мен қасымдайым. Яқта қыздар тақтада бірінші жазып жатыр, қазір көрсетемін. Мектептегідей тақтаға жазып жатыр. Айдос осы кепкасын тастамайды басынан. Алмас, қарашы. Алмас, қарасай, бүгінгі образ жасап кепті бүгін. Толстовкасын тастап, үстіне рубашкамен не киіп алғансың, футболка киіп алғансың ба? Кімдікі? Кетші, еще қысамайды. Иә. Қарасай? Дұрыстап қарасай? Дұрыстап қара. Короче, бүгін новый образ жасап кепті. Өте әдемі болып тұр. Сосын? Кім қалай күшті салады екен, көрейікші. Кім? Айдос сен монголша жазсай? Айдос плюс алмас. Қаяқта? О! Алмас қаш былай? Айдос Алмас. Любовь. О, нөсеге салды. Біздің кабинетте мынандай суреттер бар екен, короче. Бізде сабақ басталады, уже 15 минутта өтіп кетті сабақтың басталғанына. Менің бүгінгі образым осындай. Қаражым бір юбка. Мен үйдемін, үйге келдім. Үйге келіп, енді сабақтарды қарап жатыр. Көрпеге оранып алып, бізде әлі отопление қосқан жоқ. Бүгін бізде сабақта просто так бірінші сабақ отырдық, екінші сабақта кішкене отырдық та, сонымен қайттық. Нормально сабақ, ертең енді сол практикасына дайындалып бару керек. Сонда еще бүгін мен ютубқа бір сценарий жазуым керек. Ютубым что-то көтеріліп жатыр. Өзіме қатты ұнап жатыр. Сол себепті қолға аламын. Қолға аламын. Бүгін келесі күн, яғни 20-сы бүгін. Қазір мен машинамды қыздырып жатырмын. Сағат 7:30. Бүгінгі сабақ бізде таңертең болады 8-де. Соған шықтым. Машинамды қыздырып қазір жүремін. Бүгін сабақ еще 2-ге дейін ба, әйтеуір 6 сабақ болады. Бізге бүгін вообще ужасный сабақ. Потому что бізде 3 сағат, яғни 6 сағат бойы бір мұғаліммен отырамыз. Бір мұғалім, ойлаңыздаршы. Еще интонациясы бірдей. Не жоғары көтермейді, не төмен түсірмейді. Вообще ішің пісіп кетеді. Мен енді амал жоқ, енді отырам сабағында. Жылап отырсың да. Тамам, қарыштасын, не болып кеткен, ужас. Аржан күнде осы шоколад алып келеді. Сыртында андай тұсау кесем ғой, қыз заты ғой. Короче, соны кет барып алып тастапты. Енді 5 күн алып келем дейді. Сосын бітті дейді ғой. Именно жегенді түсірміз. Kan жемейотчыға көрейін да енді. Еще өзі жейді, еще. Еще түсіру. Қазір шоколад жейміз. Столовыйға келдік. Мынадай, короче, чай алдық.
Бұл чай қанша тұрады? Бұл чай 50 теңге тұрады. Ал Магнумда бұл бар жоғы 50 теңге или 30 теңге ма, сондай теңге тұрады. Біздің универде вообще столовыйда ештеңе алуға болмайды. Біз мынадай рамен, барлық рамендардың түрлері бар магазинге келдік. Осы жерде дайындап тамақ, яғни рамен жеуге болады. Осындай неше түрлі бар екен. Екінші этажға көтеріп келе жатырмыз. Раз, два, три. Біз мынадай напиток алдық. И екі рамен. Қазір осыны дайындаймыз. Қандай ыдыс берді? Әдемі екен ыдысы. Осылай сканерден өткізеді Бұл екенбіз. лапша қатты болғандықтан, яғни қалың болғандықтан 5 минут почти дайындалады. Мұнда ештеңе су уақыт баспаймыз. Бұл су қайнаған соң палочкалармен араластырамыз, өйткені ринг балқиды. Қайнап жатыр. Так, біздің рамен дайын. Мен мынаншама қағаз қырып тастадым. Мұрным піш етіп. Мен подружкам қайта екеу қолдайды. Астана қаласында, яғни Нұрсұлтан қаласы, қазір Астана қаласы бұрынғы атауына көшті. Соған орай Астана қаласында рамен, яғни үнки, корейский барлық рамен түрлері бар. Бір магазин ашылыпты, сол жерде еще жеуге болады, пісіріп, дайындап жеуге болады екен. Соны бізде көрмек болып, бардық. Барсақ, неше түрлі рамендар бар, соустар бар, және сол жерде отырып, сен кәдімгідей атмосферасын сезінесің. Еще ол жердегі сатып жатқан сатушы да және де консультация жасайтын, сол жерде қалай дайындалу керек екенін көрсететін қыздар, жігіттерде тоже корейский стильде, олардың нелері де, ойлары да корейский стильде ма, сондай болып көрінді маған. Себебі біз кіре салған кезде сатушы сатып тұрған бала болды. Бала андай болады. Кореяның балалар билеп, өздерімен өздері қуап тұрады, корейше. Сондай болып тұрды. Ешқандай ешкімнің несін қарап тұрған жоқ, көзқарасына, ол не дейді деген ой ода вообще болмаған. Көрініп тұрды түрінде. Сол кірген кезде тоже билеп тұрды. Потом кейіннен тағы бір арасында жүріп жүрген кезде біздің қасымызда ол бала тоже жүрді. Сол кезде ол өзін ұялмай еркін ұстап, билеп жүр, өзімен өзі қуып сөйтіп жүріп. Сосын еще музыканың өзі корейский музыка болды. Соған орай ол сол музыкамен балқып жүрді. Енді сіздерге айта кететін, Астана қаласын егер келіп жатсаңыздар, раменға барыңыздар. Бір рет барып көру керек. Енді күніге, если сіз прям острыйды, жақсы корейский, прям жақсы көріп сөйтсеңіздер, бір рет барып көруге болады. Себебі сіз кәдімгідей ол жердің атмосферасын сезінесіз, және де сол жерде дайындайтын ыдысымен, еще анердегі техникамен дайындайсыздар. Техникасын суын құйып береді өздері андай, сосын минутқа қойып қоясын, сөйтіп пісіресің де, күшті да, прям маған өзіме ұнады. Оны енді үйде де жасай алам ғой деп не істеуге де болады, бірақ сіз ана жерге барып, қыздармен еще бармаған қыздар, острыйды жақсы көрмейтін қыздармен барып, балалармен барсаңыздар, олардың эмоциясын көресіз да. Жеп жатқан кезде ана эмоция деген күшті прям жарып тұрады. Сосын ол видео, біз еще ол видеоны түсірген уақытта жарты сағат ба жедік. Сол жердегі эмоцияны айта алмаймын, бар емес па. Мен отырым үф деп сондай болды да. Оны сіздерге мен әттеге жарты сағат видеоны бөлек саламын деп, чтобы мен ұялмай, мен қалай жедім, үфілдедім, короче, тілімді шығардым, айқайлап алдым, ана жерде отырып алып, қызық болды прям. Соны әти бөлек саламын деп қойып қойдым. Ал осы видеоны аяқтаймыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Және де келесі көріскенше ары қарайды көріңіздер. Менің инстаграмыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Жұлдызай Талғатовна. Бай-бай. Пока-пока-пока.